Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зиянды әдеттен сақтан, зиянды әдеттің әлегі. Бүгінгі сабақ мақсаты: тірек сөздерді пайдаланып, ойыңды жеткізесің және ертегінің түрін анықтауды үйренесің. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 1 ақпан сынып жұмысы. Берілген сөйлемдерді аяқтап, зиянды әдеттерді толықтырып шығамыз. Тырнағыңды көп нүктенің орнына керекті сөзді өзіміз ойлап тауып жазамыз. Тырнақты не істеуге болмайды? Тырнағыңды тістеме, жарайсыңдар. Қалғандарын өзіміз жазайық. Есінегенде аузыңды, саусағыңды, көзіңді қолыңмен, мұрныңды. Міне 5 зиянды әдет, не істеуге болмайды? Бұл әдеттер неліктен зиянды, балалар? Дәптерге жаза қояйық. Енді мынау мақал-мәтелдерді еске сақтап жүрейік. Қала құлар, әдет қалар. Әдеттің озығы бар, тозығы бар. Балалар, бұл әдетке байланысты мақалдар. Қала құласа да, әдет, егер сіздер әдеттен, зиянды әдеттен арылатын болсаңыздар, одан арылуға тырысып жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда әдет міндетті түрде қалады. Зиянды әдеттен жойылуға болады. Ал әдеттің озығы бар, тозығы бар деген мақалда, бұл мақалдың мағынасы: кейбір әдеттер бізде зиянды әдеттер бар және пайдалы әдеттер бар. Зиянды әдеттер, ол жаңа жоғарыда айтып кеткенде, тырнақты тістеуге болмайды, мұрынды шұқуға болмайды. Ал кейбір әдеттер пайдалы. Ол мысалы әдетке айналдыруға болады. Сабақтан кейін міндетті түрде үйге келіп қолды жууға. Мысалы, ол пайдалы әдет. Немесе күнде таңертең тұрып жаттығу жасау, таңғы жаттығу, бұл да пайдалы әдет. Ал енді жаңа тақырыпқа назар аударайық. Балалар, ертегілер 3 түрге бөлінеді: жан-жануарлар туралы ертегі, тұрмыс салт ертегілер және қиял ғажайып ертегілер. Жан-жануарлар туралы ертегі өз аты айтып тұрғандай, жануарлар туралы ертегілер, яғни ол ертегіде тек қана жануарлар бір-бірімен сөйлеседі. Тұрмыс салт ертегілері, яғни бұл ата-бабамыздың ертеден келе жатқан әдет ғұрып, тұрмысына байланысты, салт дәстүріне байланысты шығарылған ертегілер түрі. Қиял ғажайып ертегілер бұл адамның өзінің ойынан туындаған қияли түрде ертегілер. Қиял ғажайып ертегілері шындыққа жанаспайды. Онда әртүрлі сиқыршылар, мыстан кемпір сияқты әртүрлі қиялдан туған кейіпкерлер болады. Олай болса, оқулығымызды ашып, зиянды әдеттің әлегі ертегісін 22-23 бетте ертегіні оқып шығайық. Содан кейін өздік жұмыс тапсырмасын орындаймыз. Сұрақтарға жауапты жазбаша түрде дәптерге жазып орындаймыз. Бірінші сұрақ: қандай зиянды әдеттерді білесің? Қандай зиянды әдеттерді білеміз? Дәптерге тізбектеп жазып шығамыз үтір арқылы. Екінші сұрақ: ертегіге жоспар құрып жаз. Зиянды әдеттің әлегі ертегісін оқып шығып, 3 жоспар жазамыз. Үшінші: Ханшайымға қандай кеңес, ақыл бересің? Ханшайымға қандай кеңес бересіздер? Оны да 3-ші сұрақ ретінде дәптерге жазамыз. Ал 4-ші сұрақты біз ауызша түрде жауап береміз. Ертегі немен аяқталады деп ойлайсың? Өзіміз ойдан құрастырып, ертегіні аяқтауымыз керек. Үй жұмысы 24-25 бетте ертегі берілген, сол ертегіні оқып, сурет салып келесіздер. Балалар, сіздерге ескерту: кітаптағы суретті салмайсыздар. Ертегіні оқып, өздеріңіз ойдан сурет құрастырып, өздеріңіздің ойыңызға қандай сурет, алдарыңызға қандай сурет елестеді, соның суретін саламыз. Жақсы ма? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.